Сәлем баршаңызға. Бүгін гүлге горшок сататын жерлерде, яғни садовый центрде осындай гүлге керекті заттар алдым, яғни распаковка жасап өтейін. Сіздерге көрсетіп өтейін. Мынау енді гүлге қатысы жоқ. Бұл жаңағы шаш бояйтын, жолдасым шашы ақ еді, соған краска деп, шампунь деп бірдеңке деп алды. Ал мына жерде гүлге қажетті заттарды жеке-жеке сіздерге толық көрсетіп өтейін. Яғни біріншісі су шашатын пульверизатор. Менде шақ келмейді, постоянно бұзылып қала береді, су көп шашатын болғандықтан, және бір жақсы жері ішіп көрініп тұратын прозрачный екен. Сіздерге тыңайтқыш құйып көрсеткенге өте ыңғайлы болғаннан кейін осы біреуін алып алдым. Одан кейін екіншісі жаңағы үлкенірек екен. Бұл бір жақсы жері жаңағы насос сияқты напормен шашады екен. Үстінен ары-бері качаттап жіберіп, кнопканы басса өз шаша береді екен. 1,5 литрлік бір жақсы жері жаңағы гүлді дәрілегенде дозасын жақсы білгенге жақсы екен. Сыртында миллиграмм, грамм бәрі көрсетілген екен. Сонысы ұнады. Бұны бірақ бірнеше гүлге бірден шашпаса, терезені алдын бәрін суғып тастайтын сияқты. Қазір су шашып көрсететін болам, суғып, яғни отзывымен бөлісетін болам. Ал мына жерде хелат железа деген алдым. Бұл не үшін десеңіздер, кейбір гүлдеріңіздің жапырақтары сарғайып тұрады. Менде мына қараңыздар, клародендрон деген гүлді суреттегідей гүлдеу кереді. Гүлдемек тұрмақ, жапырағы жасыл болмайды. Осылай сап-сары болып тұрады постоянно. Алдын тыңайтқыш құйып көрсетіп едім, сонда да болмады. Жасыл болмай сап-сары болып тұр, яғни темір жетіспей тұруы да мүмкін. Осыны бұйыртса беріп, құйып, нәтижесімен бөлісетін боламын. Сонымен қатар почва брикет деген алдым, 5 литр. Бұның бір жақсы жері жаңағы гүлдің ұрықтарын еккенге жақсы, және атроскалар тез тамырлатады. Яғни құрамында тор, перлит, керек жарағын бәрі араласқан дайын. 5 литрлік ыдысқа салып, түбінен ыстық су құйып, жаңағы алда бұйыртса тағы көрсетем қалай жасалуын. Ыстық су құйып қойса көбейіп, жаңағы пайдалана беруге болады. Сонымен қатар ұрықтар алдым. Абутилон деген гүл, яғни мына жерде суретін қойдым. Осы суреттегідей гүл ашады. Бұл бір жақсы жері 4-5 айда гүлдеп бастай береді, және бір жақсы жері қысы жазы гүлдеп тұра береді. Өте ерекше гүл. Одан кейін глоксиния. Глоксинияның бір жақсы жері бір жапырақтан фиалка сияқты көбейе береді. Фиалка тұқымдас, және сонымен қатар қысы жазы гүлдей береді. Одан кейін клубин дейміз ғой, жаңағы картошка сияқты түбі болады, пиязшық сияқты. Соны жаңа күзде сақтап қойып, көктемде қайта ексеңіздер болады. Сонымен қатар цикламен, мен осындай гүлдейтін ерекше гүлдерді өсіргенді жақсы көрем. Цикламенді осы ноябрь-декабрь айында ерте егу керек ұрықтан. Бұйыртса көрсетемін. Ал мынау сырсабын деген бұл гүлге қатысы жоқ. Безеуге дегеннен кейін үйде подростковый балаларға жақсы деп ала салдым, сатушы мақтағаннан кейін. Ал мына жерде карнивин, яғни тамырлатқыш. Мен радигрин деген бал сияқты сұйық түрін іздеп едім сіздерге көрсеткенге. Оған радигрин деген болмай қалды бұл жолы. Алдында тұр еді, карнивин ала салдым. Ал мына жерде гумат калий деген, бұл бір жақсы жері жаңағы гүлді ұрығын егер кезде ұрығын осыған бір салып алсаңыздар, суына инструкциясы бойынша ұрықтарыңыздың көп проценті шығады, және сонымен қатар гүлдің өсуіне жақсы. Үйдегі гүлдерге суға араластырып құйып бұйыртса көрсететін боламын, және сонымен қатар помидор, көксөктердің бәріне жақсы гумат калий деген. Ал мынау су шашатын пульверизатордың жаңағы жасалу жолын отзывымен, яғни су құйып шашып көрсетейін. 2 гүлді дайындап алдым. Біреу горшокта, біреуі су шашқанға осындай кішкентай ыңғайлы екен. Қолға ұстағанға жеңіл екен, және мына жерде перлитте тамырлатып жатырмын. Осы жайлы видео түсіремін, тағы да ашық тамырлағанын көрсететін болам. Ал мен су шашып көріп жатырмын, өте қолға жеңіл екен. Мен үйдегілер ауыр су шашатындар еді. Қолыма жеп жеңіл болып, және шашылуы да пар құсап жақсы шашылып жатыр. Ал мынау үлкенін қазір су толтырып алдым. 1-2 рет качаттап көрейін. Ал кәдімгідей
кассетталып еді, жаңағы ішіне ауа толып қалған сияқты болды. Енді кнопкасын басып едім, өздігінен шашып жатыр. Бұл бірнеше гүлге жақсы екен, яғни ванныйға гүлдер орналастырып алып, жаңағы шіркейден дәрілеген кезде немесе бір суға шомылдырғанға жақсы екен, үлкен гүлдерге жақсы екен, бір жақсы жері. Маған ұнады қатты екеуі де. Осылай жапырақ асты үстіне шашып шыққанға да өте ыңғайлы екен. Ал сонымен қатар жаңа алған заттардың бағасын айтпай кетіппін, сол жайлы айтып өтейін. Су шашатын мынау 1500 теңге екен, Қытайдікі екен, сыртында Қытай деп тұр. Жаңа 1,5 литрлық 1500 теңге, ал мынау су шашатын 400 теңге. Ол жаңағы арзан болғаннан кейін жаңағы бұзылса да ішін ашылмайды, тез бұзылып қала береді. Менде гуматкалия 1000 теңгедей алдым примерно, ал ұрықтар болса 280 теңге, 450 теңге глоксиния, ал канивин мен хелатилаза 200 теңге көлемінде. Ал мына почва брикет деген Каспий магазиннен қарасам 2500 теңге тұр, ал мен 5 литрін 600 теңгеге алдым.